Көркем фильм кинокомпаниясы ұсынады. Біз Зарина екеуміз талып қала жаздадық. Иә, айтпа. Ана ауылдың қызы. Біз айтып едік қой. Ол негізі Оралдан келген болатын. Сен оның жолақторлы кофтасын көріп пен? Фу, Зарина, не болды соны қайта айтып? Қысқасы, қызықтың көкесі мынау. Ол Дастанға өлердей ғашық болып қалыпты. Иә, сол әдемі жігітке. Мен сені түлек үшін ойнауға шақырып тұрмын. Кім ұтылады? Сол орындайды. Қорқытқан түрін ай. Жігіттер! Есің дұрыс па? Біз таң болып отырмыз. Ой, қызық. Керемет. Дастан оған былай деді. Дана, сен ертең кешке не істейсің? Бір жаққа барып қайтсақ қайтеді. Мысалы, киноға дегендей. Естімей қалдым. Кешір, ертең сабаққа дайындалуым керек. Дастан сені киноға шақырды ма? Ол әрине әдемі жігіт. Мұнысы бекер емес. Шамасы біреумен бәсекелескен шығар. Өздері көрсін. Бір жастар, жан достар, арманға жолдастар. Очергі неткен, шуақыт өскен. Очергі неткен, мәңгілік өткен. Достар. Айттым ғой, тікұшақпен ешкімді сығаламаймыз деп. Бірақ рет қана. Одан да менеджмент тоқа. 3 күннен кейін емтихан. 4-ші бөлім. Оқитын несі бар. Дәптерді бір қарап шықсам болды. Сен өміріңде конспектіні көрдің бе? Мынау не тағы? Макс, қараш, дәптерімнің арасында жатыр. Міне қызық. Саған ғашық жұмбақ қыз пайда болған ба? Жұмбақ? Анада Камила деп жазылып тұр ғой. Бәсе, неге біздің бөлмеге кіре береді десем? Шаруаң бітті, ақыл көй. Камила саған ғашық. Бірақ дәптер Дастанда болды ғой, соған арналған шығар. Дастан өзінің билетін біреудің дәптеріне сала салмайды ғой. Оның бәрі жайдан жай емес. Ноутбугыңды қарап бересің бе? Камила саған өлердей ғашық болып қалған сияқты. Маған? Иә, саған. Алматылықтардың кейбірі ақылды, байсалды, оның үстіне сенімді ауыл байларды жақсы көреді. Жа, қалжың, ренжіме. Сонда мен дәмханаға барайын ба? Жоқ, сен тағы да 1 сағат отырып ойлана бер. Бармағанда ше, бол, тез. 15 минут қалды. Тез. Бар, бол. Макс, билет маған болмаса ше? Ол жақта жалғыз емес, біреумен отырса қалай болады? Макс. Жоға, сен маған, ол сен үшін жанын беруге дайын. Өзіңе кеп айта алмаған соң, жазып жіберген ғой. Қане ақыл көй. Бол, тез, алға. Киінсеңші тез. Апа. Айбу. Қайда жібердің оны? Қап, Макс, сындырдың ғой. Нең бар еді оған тиісіп? Айқайламаш. Көрдің ғой, камера істеп тұр, бәрі жақсы деген сөз, бірақ. Қайда түсіп кетті ол? Мен кеттім, іздеймін. Сабыр сақта, саспа. Мен өзім жоғалттым, өзім табам. Ал сен дәмханаға бар, 5 минут қалды. Алаңдама, өзім табам. Жүгір тез. Жарандар! Қайда едікен бәрі? Алина, менің не тауып алғанымды көрсең ғой, риза боласың.
Тырыдым. Апс. Қайда алып келдің? Али бабаның қоймасын тапқандай айғайлап едің. Шынымен де бұл нағыз қойманың өзі ғой. Жарайсың, Макс. Сонда біз мұнда не істейміз? Еден жоғышталамыз да ойнаймыз. Саған ол үйреншік нәрсе ғой. Түк түсінсем бұйырмасын. Несіне қуанып отырсың? Ей, Рок жұлдыз, соғанда миың жетпейді ме? Бұл жерде айғайласаң да, шуласаң да, ән айтсаң да, ешкім естімейді. Миыңа енді жетті ме? Мұнда жаттығуға болады. Бинго! Мұнда студия жасауға болады. Ей, сен де айттың ғой. Нағыз студияның қандай болатынын білесің бе? Иә, мынауың студия емес, қора. Өз басым мына жерде ән айтпаймын. Қиын бопты. Камиляны сызып тастаймыз. Қараңдаш, мына жерге барабанды орнатсақ, мына жерге бас тартушыны қойсақ, клавишті қай жерге қойсақ болады? Есікті қалай аштың өзі? Мен бір тартып көргем, үнемі жабық тұратын. Таланттың түр-түрі бар. Бәріне не бөліп бере алам? Мұнда дайындалуға кім рұқсат береді? Келсеміз оны. Мастер Ю да бар емес пе? Я, Алина? Сөйлесіп көрейін Асқармен. Бірақ аспаптарды қайдан аласыңдар? Иә, сондықтан еден жоғышпен ойнай тұрасыңдар. Дана өзіне лайықтысын таңдап алсын. Ай, кеттік. Иә, кетейікші. Дайын асқа үйренген олар мұны қайтсын. Қадірімді түсінбейді ғой. Қадіріңді мен бағаладым ғой. Шынымен де мұнда дайындық студиясын жасауға болады. Гараж рок. Сен бар ғой, сен мықтысың. Асқардан да мықтымын ба? Жоқ, Асқар сенен артық. Сәлем. Конспект сұрап едің ғой. Міне әкелдім. Рахмет. Сосын тағы біраз жерін толықтырдым. Кешір. Алло? Иә, әке. Жақсы. Жоға, сабақтан қалып жүргенім жоқ. Иә. Сенбесеңіз тексеріңіз. Жоқ, музыкамен айналысып жүргенім жоқ. Несін алаңдай бересіз? Иә, түсіндім дедім ғой. Түсіндім. Жақсы. Әкем ғой сабағым алаңдап отырған. Емтихан тапсыра алмай қалама деп. Қаласаң бірге дайындалайық. Жоқ. Рахмет. Өзім дайындалам. Саясаттануға барым керек. Конспектіңе рахмет. Ақылгөй, не ойлап отырсың? Тігі шағыңа аяқ киімді әкеп беруді үйретпекпісің? Макс, сенен бір нәрсені сұрасам бола ма? Бірақ арамызда ғана. Сұра? Бұлай ғой. Енді сен 8 қырлы, бір сырлысың. Қыздарың көп болды дегендей. Сөйтіп. Маған мынаны айтшы. Камиляны түсінбеймін. Біресе менен аулақ жүреді, біресе кездесуге шақырады. Ал кейде маған бір түрлі қарайды. Сонда қалай қарайды? Міне, бұлай. Махаббат майдандағы сарбаз. Мұндай жайға шыдап берсең жарар еді. Бірақ мынаны есіңе сақта. Ешқашан тай салма. Сен оған кәдімгідей ұнайсың. Шын ба? Әрине, сен оның артынан аңдып отырып, тұзаққа түсір. Ол қалай сонда? Қалай нес? Кәдімгідей, жасқанбай бар да кездесуге шақыр. Бірақ сәтін табу керек. Сен ол жалғыз отырғанда емес, қасында Дана мен Дастан болғанда кел. Түсінбедім, олардың қатысқанша. Бұл әйелдерді түсіну қиын. Ізге сәт. Менің оқуым керек. Қой, мен кітапқа кеттім.
Достым, менеджмент оқулықтары қайда? I'm sorry, can I help you? Мені түсінбейтінің қиын екен, бірақ үстіңдегі киімің. Мол. John. Let me to introduce you, Oscar. Өте қуаныштымын, менің атым Джон Келлен. Nice to meet you. Асқаржан былай. Джон Америкадан мына біздің университетімізге жаңа білім беру бағдарламасын енгізуге келген ғой. Оның үстіне әлгі емтихан тапсырмаларын да ала келіпті. Енді университетті көрсетейік. Шын пейілмен көрсетейік. Please, let's go. Емтихан тапсырмасы де. Сәлем. Махаббат хикаясы де. Киноның аты Оралдан келген ханшайым. Ұсыныс жасадың ба? Әлі үлгермедім. Тездеткенің жөн. Бүкіл универ сенің ерлігіңе тәнті болып, күлкіден жарылып кетсін. Шаруаң қанша? Әлде қызғанып жүрсің бе? Кім білет? Олай да болуы мүмкін. Солай ма? Онда қайсымызда? Мені ме? Әлде Дананы ма? Әлі анықтағаным жоқ. Алдымен кездесуге шақыр, сосын белгілі болады. Кездесуге шақырсам, шығасың ба? Кім білсін? Кім нені білсін? Сен туралы айтып жатқанбыз. Солай ма? Айтайын дегенім, кеше-кешке мен байқамай сендердің бір емес, екі кездесулеріңді бұзыппын. Қойманы көрсетем деп шақырғаным естеріңде ме? Жарайды, оны ұмытуға тырысамыз. Жоқ, мен олай істей алмайым. Көріп тұрсыңдар ғой, қатты ұялып жүрмін. Демек, екеуін қайтадан кездесулерің керек. Дастан, Дана, бүгін кешке. Ал сол кездесудің тамаша өтуіне өзім мүдделі болам. Бұл кездесу емес, біз тек шай іштік. Ақылгөй, сен де жоғалма. Нағыз керемет уақыт туып тұр. Әрине, қандай ғажап сәт. Біз бәріміз жүректі жаулап алатын махаббат деген ғаламат дүниенің сиқырына куә болып тұрмыз. Солай ғой, қоз көрпеш. Мүмкін. Нұреке, бұлай ғой. Мен сені баяғыдан бері кездесуге шақырғым келіп жүрген. Шын ба? Жоқ, әрине шын. Бірақ біз мұнда кездеспейміз. Мейрамханаға барамыз. Біреулер сияқты ұялатын ешкіміміз жоқ. Нағыз ақылды және әдемі мына мені ешкім кездесуге шақырмайтыны қызық екен. Арина, мүмкін сен шақырарсың. Армандапсың. Сол керек саған, мистер құда. Қоз көрпеш, уақыт болса өтіп барады. Сен өдеңді әлі орындаған жоқсың. Білем, бірақ кездесудің бәрін құртып жүрген сен. Біресе бөгет боласың, біресе қайдағы бір қоймаңды көрсетесің. Айналайын, онда кездесу болмайды. Отырдыңдар ғой мектептегі оқушылар сияқты. Бәрін қойып, кітап оқымадыңдар ма? Сүйісуіміз керек пе еді? Онда ерлік жасау саған қайда? Данаға батылым жетпейді деп ойласаң, қарыздарыңнан құтыласың. Бірақ бұдан кейін еркек емес, ез боласың. Келсің бе? Кетшей. Ол қатық болған қыз. Кездесудің тіпті не екенді білмейді. Бала сияқты. Әрине, сондықтан бәстестім. Оны да Алина мен Камилен айтпадың ба? Әсіресе Камилеге қасыңнан көлбеңдеп шықпаушы еді. Дегенмен Данадан жақсы. Қалжың түсінеді. Аяғы да ұзын. Әкесі продюсер. Ал Дана білімді.
Мүмкін, онымен жүрсең, басыңа ақыл кірер. Оның үстіне алдыда емтихан келе жатыр. Пайдасы тияр. Айтпақшы, деканатта оқудан шыққандардың тізімін көрдің бе? Сен ол жерде жоқсың ғой. Не қылайын деп едің? Дегенмен тәртіп қатал. 40% сабақтан қалсаң, болды. Қош бол. Бәрінің әкесі сенің сияқты емес. Маған қорған болатын ешкім жоқ. Универде ешкімге қорған болып жүрген жоқ. Әкем тіпті маған қолын сілтейді. Сондықтан менің жағдайым сенікінен қиын. Сақтансаң, сақтайды дейді. Сонымен сен қалай сақтанайын деп отырсың? Бір ақыл бар. Бірақ шошып кетерсің тағы. Айт. Сәлем. Қалай? Сәлем. Көріп тұрғандай оқып отырмын. Өзіңше? Жақсы. Оқу барған сайын қиындап бара жатыр. Осыншама оқу керек болатынын ойламаппын. Айтпаш, менің де миым ашып кетті. Бір бетті 3 қайтара оқып отырмын. Мен болсам мүлде оқи алмаймын. Ойым шым-шытырық. Сен Камиляны мейрамханаға шақырғансың ба? Бәрін біліп қойғансыңдар ма? Енді... Аяқ астан болған жағдай ғой. Шын айтсам өзім сенбей жүрмін. Бір апта бұрын маған күліп жүрген, ал қазір... Дүние өзгермей тұра ма? Мен оған шынымен ұнаймын деп ойлайсың ба? Ол мен туралы айтқан жоқ па? Жоға, біз негізі көп сөйлесе бермейміз. Ол өзінше болып қалған қыз. Бірақ сен өзіңе сен. Сен ақылдысың, әдемісің. Қойш. Жақсы жігітсің дегенім ғой. Ал ана, сенің тікұшағың ақылгөй. Сондай керемет дүние. Мен тіпті оны анама да айттым. Солай ма? Бірақ олар музыканттар. Камиля, ол енді керемет қыз ғой. Одан универ жігіттерінің тең жартысы көз алмайды. Айтпақшы, Дастан екеуі не болдыңдар? Ол саған қырындап жүр деп естідім. Оны қайдан естідің? Ол жай ғана мені дәмханаға шақырды. 5 минут қана отырдық. Сосын Макс бізге студияны көрсетем деп шақырып алды. Сол-ақ па? Иә. Ал сен не деп ойладың? Бәрі айтып жүр ғой, сендер кездесіп жүр деп. Айта береді. Жақында біздің Асқардың бір жаңа шетелдік мұғаліммен сөйлескенін көрдім. Біздің емтихан туралы сөйлесіп тұрды. Сонымен? Сол шетелдік мұғалімде біздің тестінің барлық жауаптары бар. Демек, бүкіл сессия қолында деген сөз. Несіне қуанып отырсың? Олар бір-біріне жауаптарын айтып отырғанда, сен не жазып алдың ба? Аяғына дейін тыңдасаңшы. Жауаптың бәрі оның қолынан түспейтін жасыл папканың ішінде. Бізге қалайда сол папканы қолға түсіріп, тест жауаптарының көшірмесін жасап алсақ болғаны. Еркін сайрандайтын боламыз. Керемет. Бізге жасыл папканы тартып алу ғана қалыпты ғой. Біз тартып алмаймыз. Білдіртпей ұрлап аламыз да, көшірмесін жасап, орнына қоя саламыз. Есің дұрыс па? Ол деген қылмыс емес пе? Ертең құйрығынан бір теуіп қуып жібермей ме? Біз сөйтіп қана емтихандардан 5 ала аламыз. Басқа амал жоқ. Сен оны алдап тұрған кезде, мен папканы алып, кітапханаға барып, көшірмесін жасаймын да, орнына қоя салам. Жоқ, мен үйте алмаймын. Өмірдің жұмбағын түсінбейді екенсің. Тыңда, сол жауаптардың арқасында біз емтиханды 5-ке тапсырамыз. Түнмен көзіңнің майын кітапқа тауысқанша, уақытыңда музыкаға арнайсың. Және де әкең риза болып, қалтаңа ақша салып жібереді. Одан артық саған қандай ләззат керек? Күнде гитарада ойнайтын боласың. Несі жаман? Кетшей сен. Жарайды. Қызық нәрсе айтайын. Дана екеуіңді айтам. Менің тілегім болған еді ғой. Сол тілекті алып сызып тастаймын. Ауылдық бой жеткеніңмен қоштасып, Камилямен жүретін боласың. Және оның әкесі өзің білесің. Өнер адамы керемет емес пе? Мен көшірме жасаған кезде, сен далада аңдып тұрсан болғаны. Басқа еш нәрсе керек жоқ. Келісіп пе? Дастан, дәу жігітсің ғой. Қыз құрылу жоқсың. Сол жүрек Дастан, тура кеп қашқан.
Сені солай мазақтау керек. Тоқта. Ойлануға тура келеді. Мұнда отыр екенсіңдер ғой. Біз сендерді іздеп жүрсек. Бірдеңе болып қалды ма? Нүреке, кездесуге баратының қайда? Болсаңшы, бат құсынан айырылып қаласың. Ей, әлі 1,5 сағат бар ғой? Бар, жуынып кел, кеміндіктікте. Бәрін айтуым керек пе? Болсаң шеңді мұжымай. Бар. Дана, мен сені кездесуге шақырайын деп едім. Асқардың қасында отырған кім? Америкадан келген жаңа оқытушы. Джеймс пе, Джон ба? Сенің аға әпкелерің бар ма? Жоқ, жалғыз өскем. Байқалмай ма? Я, байқалады аздап. Саған қандай музыка ұнайды? Не? Музыка қандай ұнайды? Жақсысы, тағы не сұрайсың? Жалпы бір қоятын сұрағым бар. Бірақ... Айт енді, созбай. Камиля, егер біз кездесіп тұрсақ, қалай қарайсың? Ол жалғыз емес қой. Бұлғақтамаш. Кешір, қайта айтшы, не сұрап едің? Ештеңе жай. Біз қазір жабыламыз. Мадам, оныңыз не? Мен сияқты сұлу жігіт, сіз секілді сұлу бикешке апельсин шырынын қалай сыйламай кетеді? Ертерек келу керек еді. Сұлу жігіттер бүгін кеш қалдыңдар. Мадам. Мынау не тағы? Сез тұрсыз ба? Нені сезуім керек? Газдың есі қатты шығып тұр. Газ? Сезіп тұрғаным жоқ. Мұрын жарып барады. Қазір өрт болуы мүмкін. Сіз ештеңе сезіп тұрған жоқсыз ба? Газдың иісі ғой деймін. Мәсіған. Қане, шығамыз. Газдың иісі. Шығамыз. Ол не дейді? Газдың иісі шығып тұр дейді, бірақ мен еш нәрсені сезіп тұрғаным жоқ. Құрметті оқытушылар, тез шыққандарыңыз дұрыс. Қазір өрт шығуы мүмкін. Шығамыз. Қане жігіттер, асықпай, бір-бірлеп ақырындап жігіттер шығайық. Ақырындап. Дастан, сен қыздарды алып ал. Мақсат, сен заттарды алып ал, жарай ма? Ақырындап. Джон, please, leave it, please. Қой. Тез. О, тез. Қане, жарықта түсір. Бірінші курс студенттеріне арналған оқу бағдарламасы дейді. Әрі қарай қара, көрдің бе? Тесттің барлық жауаптары. Бізді қолымызда не тұрған енді түсіндің бе? Қазір қағазды қоямыз да сканерді қосамыз. Алақай дейміз. Тез бол, енді Дана күтіп қалды. Тез оралымыз керек.
ертең ол бізге куә болады ғой. Кім ол тағы? Кетті ау деймін. Мәссаған, сыртымыздан жауып кетті. Аударма редакторы Әсел Көкенова. Мәтін оқығандар Гүлнар Рыспай, Толқын Айтмұғамбетқызы, Айым Жетпесова, Дәурен Серғазин, Ербол Тілеукенов, Жандәулет Батаев, Азамат Ескулов, Бекен Сәбенбор. Дыбыс режиссерлары Арман Ертұрғанов, Асылхан Манапов, Еркін Рахимов. Дубляждың режиссері Рита Әбішева. Техникалық редакторы Санат Серғазы. Продюсері Самал Жайнақова. Шығармашылық топ жетекшісі Гүлнар Рахимова. Қазақстан ұлттық телеарнасы 2013 жыл.